Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Қазір біз Ақкербез екеуміз мына бір жұмбақты шешуіміз керек. Наны мен қидым. Көріп тұрсыздар ғой. Енді Ақкербез осыны жай А4 форматында қағаз етіп шығару керек. Көрейік, ойлан. Головоломка. Бәрі ма? Қалай, мына жерде қараңыздар, ешқандай клей, скотч пайдаланбағанмын. Осыны А4 форматындағы қағаз етіп шығару керек. Тек қайшымен қидым болды. Ақкербез менің фильтрімді тартып алып отыр. Давай. Мынаны шешіміз бір нәрсе ол. Қалай шешу керек? Кәдімгі А4 форматында қағаз етіп шығар. Жоқ, мынандай 4 бұрыш етіп ше. 4 бұрыш етіп. Қалай? Бұлай ауыстырып көр енді. Прямоугольник. Төрт бұрыш қалай? Ба? Так. Біткірді. Ақкербездің не істеп жатқанын сіздерге жақыннан көрсетейін. Сені заңға түсеміз ба? Күтіп тұрған ба? Қалай 4 бұрыш болады? Қалай 4 бұрыш жасайсың? А4 кәдімгі сен қағаз қиясың ғой? Сондай альбомда қағаз сияқты. Қалай болады мынау? Қарады 4 бұрыш ба? Я майстырсың. Майстырға келді, майстырға. Ондар неге майстыр тастадың? Майстырға кестір. Аяқтаймыз ба? Біздей. Қалай? Білмейм. Сен істедің. Мені. Қара, міне шықты. Қара. Енді тағы бір. Дұрыс. Енді тағы бір жағын жаса. Қара, сен мына жағын істедің, қаранамы. Қақпасаң кәдімгі не болып шығады. Төртте тағы біреуін істеуге. Мына жағын қалай шығарасың енді? Ақкербез жасап шықты. Бірақ өзі түсінбей қалып қалай жасап шыққанын. Кәдімгі жай А4 форматында қағаз болып шыға келді. Ешқандай скотчтың, клейдің көмегінсіз. Осылай жасап шықты. Иә, достар, бізде Ақкербез А4 форматындағы қағазды шығара алды. Міне осылай. Үйіңізде балаларға жасап көріңіз. Қызықты, жай ғана бір қағаздан тұратын, былайша айтқанда ойландыратын дүние головоломка. Ақкербез, саған ойынымыз ұнады ма? Ұнады. Бірақ қалай жасалғанын өзің түсінбей қалдың, е? Иә. Просто жасадым, майыстырдым. Бірақ мынау бетіп тұрған. Сосын бетіп істедім ба? Дайын болды. Қалай жасалғанын түсінбей қалдың. Ойынымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.